Видеоға дауысымызды қалай жазамыз? Ол үшін бізге CapCut программасы керек болады. Осыған кіріп, новый проектіге кіреміз. Өзімізге керекті видеоны таңдаймыз. Осыдан звук дегенге кіреміз. Записатты таңдаймыз. Көк микрофон белгішесін басып, 00 деп басталған кезде біз өзіміз дауысымызды жаза береміз. Осылай керекті жерге дейін өзімізге керекті матынды әдемілеп дауыстап айтамыз. Сосын мына птичканы басамыз және артқа қайтып, озвучка дегеніміз міне сақталды біздің дауысымыз. Енді громкостқа кіріп, дауысын көбейтеміз. Өйткені біздің дауысымыз музыканың дауысынан жай шығып қалуы мүмкін. Ал музыканың дауысын төмендетеміз. Жоғарыда көк болып тұрған біздегі видеоның музыкасы. Енді жоғарыдағы стрелканы басамыз. Экспорт 100% болғанға дейін күтеміз. Сосын бұл видео біздің галереямызға сақталады. Осылай сақтаймыз.